Бірінші мэрге барып келейінші. Мэр үйінде ме екен ол? Ал кетеді деп жатыр еді, кет қалмаған шығар, иә, мэр. Ладно, ана жедел шықты ғой, иә, мэрден что-то. Осыдан сұрай салайын. Жоқ, кіріп келсін бірінші. Кіріп келе ме? Жедел, қалайсың? Мэр үйінде ме екен, көрдің ба? Жоқ, мэр үйінде емес, ол кетіп қапты. Кетем деп жатыр еді, кешеден де кетіп қапты. Ладно, онда мэр үйінде емес екен. Так, онда біз не істейміз? Яқты ешкім жоқ па? Көш кеткенмін, бар екен үйінде. Мен онда кеш батайын деп надалады. Короче, кузнецаның ішін жөндеп келейінші мен. Кузнецаны кіріп, сәл ішін тазалап қояйын. Кузнецаға кірмегелі де көп болды. Ал, ойбай, мынау не? Мынау не? Ішінде какой-то ашыла дейсі. Ішінде рычаг, басқа дым жоқ па? Ойбай, мынау не? Мен кузнецамда не істеп тұр? Бас көрем ба? Короче, не сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Я достар, көріп тұрғандарында мен кузнецаның ішінде мынандай бір сене тауып алым. Бұның ішінде өздерін көріп тұрғандарындай там рычаг тұр. Не істейміз мынаны? Бас көрем ба? Бір түрлі емес па? Мынаны басамыз ба, не істейміз? Рычагты басу керек, ой, апайде. Мен кузнецаның шыққан соң. Давайте бас көрейік. Сендер арнаға тіркел, лайктарыңды басып кетіңдер. Достар, және де екінші каналды қолдап кетіңдер. Описание, ссылкасы описанияда болады. Ал давайте мен басайын. 1, 2, 3. Ебать, мен қайда келдім? Достар, ебать, мынау қандай жер? Ана жақта мен аяғым қандай жерден шыққан мен? Қараңдар достар, мынау. Ана жақта бір жедел тұр. Жедел, тоқта. Не, мен қай жақтан, бұл қандай жер? Сен бұл сағындар үйіндесің. Қандай ел? Сарғындар елі. Сарғындар? Я, бұл елде адамдар өз еңбегімен табысын тауып байиды. Сен бұл мирға түскен себебін, бұл жақта саған арналған заданиялар толы. Соның бәрін сен орындауың керек. В смысле? Ебать, достар, қараңдар, мен наяққа келдім. Яқты кәдімгідей голем жителердің үйлері. Еще сарғындар елі деді ма, сондай деді. Қараңдар. Мен естедім, яқта, ебать, анан қараңдар. Важня тұр. Енді мен қалай қайтам, ана жител қайда кетті? Жител қайны жаңағы? Так, жител тауып алайын мен. Әні жүр ғой. Тоқта, мен тағы да сұрайым. Менің уақытым жоқ. Сұра салайыншы хотя бы. Ебать, достар, қарандар, мен яққа түсіп кеттім. Нан қарандар, типа бұрынғы не нау? Кәдімгі дейін яқта. Еще әркім өз еңбегімен байиды дейді. Нан қарандар. Ебать, нау не? Типа нау ферма тұққанғы. Яқта нандай өсіреді ғой. Мен қалай қайтам енді? Мені еще бұлар сақырған өздері. Так, барып жителермен сөйлесуім керек мен. Жаңағы жител қайда кетті? Мынау кімнің иті? Мынау бағана деген маған. Негізі мен бұны асырамағанмын. Отыра берсең жоқта. Жител күтші. Мен бұл жақтан қалай шығамын? Ал сен ба? Сен бұл жақта өз еңбегіңді, мына жақтағы артында тұрған талдарды, ар жақта грядканы жинап болған соң саған заданиялар беріледі, соларды орындауың керек. Сонда мен бүткіл талдарды жинайын ба? Сен соларды жинауың керек, себебі сенің осы үшін осы елге шақырған. Мен бұл жақта жалғызбын, так что менен басқаны іздемей ақ қой. Кеш батты, мен қайда ұйықтаймын енді? Достар, мен мыналарды айтып тұр, типа маған мынау ағаштарды жина деп тұр бәрін. Анау грядка сол ма? Соны жина дейді. Ал мен қайтам мынақты аралап көреміз ба? Қараңдар, типа тауық ұстап қойған. Мынау күшті? Мынау күшті, но бір жағынан қорқынышты екен. Мынау қорқынышты дегенде мен қалай қайтамын? Қайтамай қалам ба? Такс, мен ана важняға барғым деп тұр бар ғой. Важня барып көріп келейін. Такс, или бір адамдар бар ма, или басқа. Мен анан бәрін жинамайым. Қараңдар, ана қандай грядка, қандай ағаштар өсіп тұр. Оның бәрін жинасам өлем ғой мен. Ой, сақтан кейін бір бош шығатын шығармыз. Нан көрейік, қараңдар. Яқта сундук тұр. Әркім өзі байып жүр мынау елде, короче. Өлі. Ашылмайды сундук. Потому что анау жабылып тұр. Ладно, кіріп көрейік.
Чё за машина анау? Мынаяқта по идее бір модтар жүр ішінде. Ар жақта портал тұр. Мына кәдімгі выживание сияқты, но әркім өз еңбегімен байиды дейді. Сарғындар елі. Сарғын деген не мағына сонда? Наңғырындар ебать. Натура бұрынғыдай ғой, иә? Бұрынғы замандағы үйлер сияқты. Но көрейік, басқа ешкім жоқ бұнау. Мына бұрынғы замандағы үйлер дей алмайсың ғой, қараңдар. Прям дамыған. Қаз, бүткіл, балық, аквариум бар. Наңғырындар сәуле шашып тұрғанын. Аяқты біреудің несі тұр, жаңағы шетелдік ау, иә? Мына ішінде ақ қала жүр ғой. Такс қой тұр, есіңгі ана. Мынаны ашқан бола ма? Ебать, достар, қараңдар, ақ қала. Ой. Мен осында тұрайыншы. Привет. Мынаны қараңдар. Мына рычаг тағы да. Мынаның рычагы ма? Ей, қалайсың? Ебать, алғаш көруім мынандай ақ қаланы менің. Қараңдар, еще мына өзі жабады анау есікті. Көріп тұрсыңдар ма? Қаз жабады. Жаппайды, өзім жабамын. Мынау мерді наградканы да жинау керек па? Жаңағы жителді іздеуім керек мен бәрібір. Сундуктар ашыла ма? Ебать. Прям кәдімгі выживание онау. Выживание істеген. Ойбай. Мына ішінде мынаған бүткіл ресурстар бар ма? Ебать. Мынаны қараңдар, достар. Мынау яқта, короче, мен түсінген бойынша бұл жақта еңбекқор адамдар тұрады и өздерімен байықсы келеді екен. Сондай ғой да. Мынаны қараңдар. Алып кетуге болмайды, иә, тем более аналарды. Ұйықтап жатыр. Біз ұйықтауымыз керек қана. Қалай ұйықтаймыз, қай жерде ұйықтаймыз? Кірумен бола ма? Кірді шықтап тұрғаны маған типа екі есікпен, иә. Көрек. Бірінші неяқпен танысып алайық, не істейміз біз, қалай қайтамыз? Қараңдар, ебать, неяқта жаңағы жеделден шынымен басқа жедел көрініп тұрған жоқ бар ғой. Анау қора тұр әні. Мынаның ішінде не бар? Маған кроваттар бар ма мен? Хотя бы ұйықтап остын бүткізіп алайын. Маған по идее дым бермейді, иә, бұяқ. Мынаны қараңдар, шынан үйінде ұйықтасам бола ма? Кровать жоқ, иә. Ақ қаланы алғаш көрім. Анау, қараңдар. Мынау кімнің крепості? Крепост дептім ғой. Кімнің несі ескерткіші? Несі мен ұйықтамай жүреміз біз? Қараңдар, менен басып тұр, мынау жанып тұр. Бұл не істеп тұр сонда? Аналарды жинап, кейін түсінбедім. Типа екі адам жұмыс жасайды ма не ерде тұрып? Сондай бір сене ау, иә. Көрейік. Неяқтар, не бар басқа? Так, спайдин, қызық бір корабль, ебать. Мынаны шынымен бұрынғы замандар дей алмайсың ғой. Ну, бұрынғы заман демеді ол, иә, бізге. Адам шын еңбегімен өзі дамыған деді. Көрейік, ебать, мына корабльдары күшті, прям. Ай. Мынаған мінем ба, не істеймін, түсем ба? Түсіп кеттім мен. Ойбай, түсмей қалдым ғой. Так, суға көтерілейін. Ой. Так, мен аға мінейін. Секір. Жоқ, тұншығып жатыр мен. Секірейін енді. Бізде таң атқан болады. Мына корабльда қызық жоқ екен. И мен қалай қайтам енді, достар? Мынау мерді қалмайым ғой мен. Үйіме қайтуым керек. Нем бар еді, неғып бұл кузнецаға шыққан. Мен қарным ашып жатыр. Жаңағы жедел табайықшы. Так, сол қайда? Одан бүткілін сұрап алу керек маған. Ол асығыс па бір жерге? Содан түк түсіндіре алмай жатыр ғой. Мынау үйде жаңа ұйықтап жатыр еді ғой. Ай, жоқ, бұл үйде емес. Қай үйде еді ол? Мен бұл жақта қалмайым ғой, явно. Неге онда мен шақырып алды бұл жаққа? Ебать, мынаны қараңдар. Базар жоқ налар. Білгенін істеген ғой, короче. Міне. Екеу?
Қайсы өлі ана жақта басқа менен басқа ешкім жоқ дейді да. Екеуі жүр ғой ананың ішінде. Так, мен біреуінен сұрауым керек мынаның. Бірақ олардың уақыт жоқ қой. Мен тем более қарным ашып жатыр. Басқа кімнен сұрасам болады? Мына жаңағы итім тұр менің. Мына не бар? Аралап жүреміз ба? Так, ой, құлап кеттім. Ладно, араламай қойық. Шығайықшы біз. Жаңағы шетелдерден сұрайық. Қай жақта еді олар? Олар бір төбеге жете алмай жүр. Міне шығыпты. Бері кел. Қайда кетіп қалды анау? Міне. Жетел, не ғой, мен қалай бастаймын, мен жұмысым не істеймін ана? Сен бір сундықтың ішінде саған тапор тұрады, содан барып алуың керексің заттарыңды. Жүр көрсетейін. Жоқ, керек емес, маған көрсетпей-ақ қой. Онда мен өз жұмысымен кеттім. Қоя тұршы, тағы мен бір сені сұрауым керек. Мыналар не істеп жүр вообще ана жақта? Төбесінде не бар мынаның? Сындырмай қойын. Мына жақта да бар ма? Такс. Мені сундықтардың ішінде менің заттарым бар деді. Соларды алып жұмыс жасауым керек. Міне, қой тұр. Маған қарашы, бері кел. Анау, сонда мен осыларды істесем кетем ба? Білмеймін. Мыналар грубы. Так, ескімен араласып көрмеген мыналар. Думаю, сондай адамдар. Мені мотыга тұр. Керек болар да болған бұл. Потом бізге не керек? Қораларға кіріп көрейікші. Неге бәрі ауысып кеткен? Ладно, такс. Бізге енді бір мен бағана достар, білесіңдер ма, пайда болған жерімде сондай сундук тұрған прям. Міне анау шығыпты. Мен қарным ашты. Жетел, мен қарным ашты, не істеймін? Анау шетте сундук бар, содан алып қара. Сол жерде саған керек нелерім бар. Тез жұмысына кірісіп, бұл жақтан кетуің керек сенің. Неге? Тез. Өзім біл. Мен кеттім. Міне достар, қараңдар. Типа налардың уақыттары жоқ прям. Міне, заттарым епать. Қараңдар. Так, мынаны киіп алайын. Өзіме менде выживать етуім керек қой, короче, бұлармен. Түсінгенім бойынша мынаны алайын. Все, енді мыналарды үстіме киіп алсам болады. Мен енді ана жақта тұрған ағаштарды барып шауып, сөйтіп выживать етуім керек, по идее. Менің түсінгенім бойынша. Такс. Қайсын істейміз енді? Міне, мына жақтан түсеміз. Бір түрлі жер екен мынау. Мына жақта неге ит отыр? Бәрін епать, мен қайтамаймын ау, Мына жақта да сундугі бар екен өзінің. Мыналарды екпейтін шығар мен. Егуім керек та негізі. Мен қарным ашып кетті, қоя тұрыңдар, тамақ жеп алайын мен бірінші. Мынақты жұмыртқа астып, тауық. Пайда бір жұмыртқа беретін зауыт бар шығар, Қараңдар, тауық істеп қойған. Ерде тағы бір непонятный заттар. Епась, ағаштар сындырып айтсаңдаршы. Короче, онда видеоны тоқтатайық, себебі бұл ұзақ кетеді. Көріп тұрғандарында мен бір пайде анау жаңағы времени машина болды, себебі қараңдар, мен басқа жаққа келіп кеттім. Времени демей қойық, другой мирға келдім мен басқа. Қараңдар, еще бір бұрынғы сияқты ма, қандай деді? Сарыңқа ел дедім, сонда бір елге келдім. Сендер арнаға тіркел, лайктарын бас кетіндер, екінші част болатын шығар, себебі екінші частта мен қалған келесі часттан бәрін жинап, өз еліме қайтатын болам. Осы менің екінші... Неме ұрды мені? Бірдене жарылды. Короче, давайте екінші каналдың ссылкасы описанияда, оған тіркеліп жүріңдер, давайте.